Сахара шөлі әлемдегі ең үлкен ыстық шөл. Бұл құмды әлемнің өлшемімен құпиялары таң қалдырады. Шөлде не бар? Тек құмды төбелер мен ыстық па, әлде одан да көп құпиялар ма? Қызықты деректер. Сахара шөлі шамамен 9 миллион шаршы километрді алып жатыр. Бұл ақш аумағынан 2 есе үлкен. Шөлдің ең ыстық аймағында температура күндіз +47 градусқа дейін көтеріледі. Бірақ түнде температура -12-ге дейін төмендейді. Сахарада жылына орташа алғанда тек 5 сантиметр жауын-шашын жауады. Бірақ осы құрғақ жерде мыңдаған жылдар бұрын көлдер мен өзендер болған. Жұмбақтар мен қызық жайттар. Сахараның ортасында әлі де табылмаған көне қалалар мен өркениеттер болуы мүмкін. Кейбір ғалымдар шөлдің астығында жасырын, жоғалған қала жатқанын айтады. Шөлде мыңдаған жылдар бұрын аңдар мен өсімдіктердің қалған іздері табылған. Аңыздар мен теориялар. Шөлде ең көне цивилизациялар мен жоғалған қалалар бар деген аңыздар көп. Кейбір зерттеушілер Сахараның көне уақытта орманды жер болғанын айтады. Басқа теорияларға сәйкес, Сахараның құмдары бұл жердің астындағы құпия энергия көзінің белгілері. Сахараның құпиялары сізді қызықтырады ма? Лайк басып арнаға жазылыңыз. Құмды әлемнің құпияларын ашу үшін бірге зерттейік.